Сәлеметсіздер ме? Номер 69-шы жалпы орта білім беретін мектептің химия пәні мұғалімі Рақбаева Әйгерім Қасиетқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы оттек, оның алынуы, қасиеттері және қолданылуы. Сабақтың мақсатына келетін болсақ, ауа құрамындағы және жер қыртысындағы оттектің пайыздық мөлшерін білу. Сабақтың мақсаты оттектің алыну жолдарын біледі, физикалық және химиялық қасиеттерін сипаттайды, қолдану салаларын түсінеді және де ауаның құрамындағы және жер қыртысындағы оттектің пайыздық үлесімен танысады. Енді осы тақырыпқа байланысты видеоға көз жүгіртсек. Оттек тіршілік үшін маңызды химиялық элемент. Ол жердегі барлық тірі ағзалардың тыныс алуына қатысады және көптеген химиялық реакциялардың негізі болып табылады. Оттектің қасиеттерімен қолданылуы біздің өмірімізде үлкен рөл атқарады. Ауаның құрамында оттек шамамен 21%-ды құрайды. Бұл пайыздық мөлшер тірі ағзалардың тыныс алуы үшін өте маңызды. Жер қыртысында оттек ең көп таралған элементтердің бірі болып саналады. Оның үлесі 49%-ға жуық. Зертханалық жағдайда оттекті сутек пероксидінің ыдырауы арқылы алуға болады. Бұл реакция төрт көрсетілімдегідей катализаторлардың қатысуымен жылдам жүреді. Мысалы, марганец диоксидін қолдану арқылы сутек пероксиді су мен оттекке ыдырайды. Оттек түссіз, иіссіз және дәмсіз газ. Ол суда аз ериді, бірақ су экожүйесіндегі тіршілік үшін жеткілікті мөлшерде. Оттек жануды қолдайды және көптеген заттармен белсенді түрде әрекеттеседі, оксидтер түзеді. Оттек медицинада, металлургияда және ғарыш өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Тыныс алу аппараттарында, дәнекерлеу жұмыстарында және ракета отынының құрамында маңызды рөл атқарады. Ол сондай-ақ суды тазартуда және химиялық өндірісте қолданылады. Оттек біздің планетамыздағы тіршіліктің негізі. Оның бірегей қасиеттерімен кең қолданылуы адамзаттың дамуы үшін өте маңызды. Оттектің маңызын түсіну химиялық білімнің негізгі бөлігі. Оттектің ауа мен жер қыртысындағы мөлшері. Бізде оттегі ауаның құрамында 21% болып келеді. Және де жер қыртысында бізде 49% болып келеді. Жер қыртысында ол ең көп таралған элемент және де тау жыныстарының арасында негізгі құрамы болып табылады. Оттек тіршіліктің негізгі элементі болып табылады. Адамдар тыныс алу процесі арқылы пайдаланып, және де сол арқылы энергия алады. Оттегі бізде биосферада және де литосферада ерекше орын алады. Оттектің алыну жолдарына келетін болсақ, ең алғаш рет тарихи ашылуына тоқталайық. 1774 жылы ағылшын химигі Джозеф Пресли сынап оксидін қыздыру арқылы оттегіні алғаш рет бөліп алды. Оттегінің алу жолдарына келетін болсақ, енді зертханалық әдіс бізде калий хлораты және де калий перманганатын қыздыру арқылы оттегіні бөліп алады. Бұл жерде катализатор ретінде марганец диоксиді қолданылады. Және де өнеркәсіптік әдіс бізде ауаны -196 градусқа сұйылтып, азот пен оттегінің қайнау температуралары бойынша фракциялық айдау болып табылады. Бұл ең көлемді және де тиімді әдістердің бірі болып табылады. Алудың тағы бір жолы сутек пероксидін ыдырату арқылы. Яғни сутек пероксидінің формуласы бізде H2O2. Сутек пероксидін ыдыратқан кезде бізде су және де оттегі бөлінеді. Бұл бізде экзотермиялық реакция болып табылады және де жылу бөлінеді. Бізде марганец диоксиді катализатор ретінде реакцияға қатысады. Реакцияның ерекшеліктері оттегі көпіршіктер түрінде бөлінеді, температура көтеріледі және де катализатор өзгермейді. Оттектің физикалық және химиялық қасиеттерін қарастырайық. Физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, оттек бізде түссіз, иіссіз газ, ал сұйық күйінде қозғылт көп түсті береді. Ауадан ауыр және де суда аз ериді. Негізгі сипаттамалары, яғни периодтық жүйеде оттегі бізде 8-ші реттік номерлі элемент болып табылады. Атомдық массасы 16, және де балқу температурасы -238 градус, қайнау температурасы -183 градусты құрайды. Химиялық белсенділігіне қарай тотығу дәрежелері -2, -1, -0, +1, +2-ні құрайды. Жануды қолдайды, көптеген заттармен әрекеттеседі және де тотықтырғыш қасиет көрсетеді. Оттектің қолдану салалары: бірінші медицинада, тыныс алу аппараттарында және де хирургиялық операцияларда, жедел жәрдем көліктерінде оттегі терапиясы үшін қолданылады. Екіншісі өнеркәсіп, металлургияда болатты балқытуға, металдарды пісіру және кесу, химия өнеркәсібінде синтез процесінде қолданылады. Қолдану
проблемалы салаларының бірі бізде экология. Су тазарту қондырғыларында, ауа тазалау жүйелерінде органикалық қалдықтарды өңдеуге тотықтырғыш ретінде қолданылады. Және бір қолданыс саласы бізде ғарыш технологиясы болып табылады. Ракеталық қозғалтқыштарда сұйық отын ретінде оттегі бізде қолданылады. Тақырыбымызға байланысты, яғни оттекке байланысты тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде берілген пікірлердің ішінен оттектің физикалық және де химиялық қасиеттерін ажыратып екі бағанға бөліп жазу қажет. Зертханаларда алудың әдісі бізде калий перманганатын айыру арқылы аламыз. Сол реакцияны жазып көрсек. Калий перманганатын жазамыз, бізде ол калий марганец O4. Ыдыратқан кезде бізде калий манганаты және де марганец оксиді және де оттегі түзіледі. Теңестіріп аламыз. Мына жерге екі қойсақ, бізде реакция өзара теңеседі. Сутек пероксиді ыдырату арқылы, яғни сутек пероксидін жазып алайық. Сутек пероксиді бізде H2O2 ыдыратқан кезде бізде су және де оттегі түзіледі. Енді реакциямыз теңестіреміз. Мына жерге екі қоямыз. Бізде оттегі 4-еу, сутегі 4-еу отыр. Мына жерде 4-еу, сутегі 4-еу. Реакциямыз өзара тең. Бұл калий пероксидін ыдырату арқылы оттегін алудың реакциясы. Оттегін алудың үшінші жолы бізде калий хлоратын ыдырату болып табылады. Реакция деңгейін жазсақ, енді реакциямыз теңестіреміз. Екі калий, мына жаққа екі қоямыз. Бізде оттегінің алдына 3 қоямыз. Бұл жерде бізде айта кететін жағдай марганец диоксидін бізде катализатор ретінде қолданылады. Катализатор дегеніміз реакцияны жылдамдататын, бірақ өзі реакцияға қатыспайтын заттарды біз катализатор деп атаймыз. Қасиеттеріне келетін болсақ, оттегі бізде жай заттармен әрекеттеседі. Ең бірінші біз көміртекпен оттегінің әрекеттесу реакциясын қарастырайық. Бірінші реакция, көміртегіне оттегін қосамыз, көміртектің 4 валентті оксиді түзіледі. Екінші реакция, күкіртке оттегін қосамыз, бізде күкірттің 4 валентті оксиді түзіледі. Ары қарай фосформен әрекеттестіреміз. Фосфордың бізде 5 валентті оксиді түзіледі. Реакцияны теңестіреміз. Реакцияны теңестіру үшін реакцияның оңы мен солы бізде бірдей болу керек. Ол үшін оттегі бізде тағы сондықтан жұптап аламыз. Бізде мына жерде 10 оттегі болды. Мына жаққа 5 қойсақ, мына жерде 10 оттегі, 4 фосфор, фосфордың алдына 4 қоямыз. Реакциямыз теңеседі. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, оттегі бізде тіршіліктің негізгі және де технологияның серігі деп алсақ болады. Оттегі табиғатта таралуы арқылы ауадағы және де жер қыртысында көптеп кездесуінің арқасында биосферада және де техносфераның негізгі бөлігі болып табылады. Ал оның әдістеріне келетін болсақ, сутек пероксидін ыдырату арқылы біз оттегін аламыз. Бұл ең көп қолданылатын зертханалық әдіс болып табылады. Ал бізде фракциялық айдау ол өнеркәсіпте қолданылады. Енді оттегінің болашақта алдында қолданылу перспективасына келетін болсақ, оттектің қасиеттерін зерттеу ғылым мен техникадағы инновацияларға, медициналық әзірлемелерге және де экологиялық технологияларға жол ашады.